Енді менде мынандай холодильникте қазір не барын айтайын сіздерге. Мынандай мұрынға тамшы бар, аллергия, гайморит, құлақ ауруы, тыныс жол ауруларына өте жақсы. Ана қорылдайтын, жаңағыдегі мұрында бір кистасы бар, бір полиптер бар болып жатса, осымен емделуге болады. Түсінікті, бағасы 5000 теңге. Сосын мына жерде ана денеге алапестер шығады, онандай аты қандай еді, құдай, соған арналған дәрі-дәрмек 12.000 теңге тұрады. 2-ақ штук қалған осынан. Қазір мен холодильникті өшіріп жіберейін. Бізде шиқылдап кетеді. Так, мына жерде бізде қара зере майы. Бұны денеге массажға жағуға болады, бетке, декольтеге, қолға жағуға болады. Түнде жатар кезде әдемі ночной крем болады. Сосын буындар ауырады ғой, қақсайды, бір дене бір жерге ұрынып, көгереді, гематомалар соны кетіреді. Өте керемет. Ауырған жерге жаға бересің. 5000 теңге. Сосын мынандай малхам деген жақпа. Бұл циститке, әйелдерде цистит болады, сосын қуық ауырады ғой. Сосын шыжындық балдарда шыжындық болсын, үлкен кісіде қуыққа жағады, буындарға жағады. Өте керемет. Бұны вообще бұндай майларды қаншалықты срок көп қойса да, мына жерде мерзім қойса да тастамаңыздар. Бұлар ондай мерзімге қарамайды. Бұл себебі табиғи өнім. Тағы да бұл жерде не бар? Жаңағыдегі геморройға майз бар. Жаңағыдегі сыртына геморрой шығып тұрады ғой, соның жақпасы өте керемет, біразға жетеді. Жаңағыдегі сыртқа шығып тұрған, раздражение алған, жарылған, жара болған геморройды құртады, мазаламайтын болады. Так, мына жерде мынандай керемет май. Мыналардың бәрі 5000 теңгеден. Мынандай простатаға, геморрой простатаға. Енді геморройға жақсаңыздар, шамал ашытады, қызылдары сияқты. Мына простатаға өте керемет, себебі еркектерге түнімен туалетке жүгіргендерге, қуық дұрыс жұмыс істемегенге енді керемет таптырмайтын нәрсе. Бұл 7000 теңге тұрады. Мына кокос майы не үшін керек? Бұл асқазанды реттейді, жұмысын реттейді. Сосын обмен веществ дейді ғой, сол жақсарады. Бауырға салмақ түспейді, бауырды емдейді. Противовирусный, противогриппозный, гриппке қарсы. Сосын замедляется процесс старения, яғни қартаю процесі баяу жүреді. Яғни бұны күніне 2-ақ шай қасық жейді, түсте және кешке тамақ алдында. Ауызды тыяды, диетический мен косметический болады. Яғни тамақты көп жегізбейді мынау. Ешқандай диета сақтамайсың, просто түсте 1 шай қасық, кешке 1 шай қасық, ол сонымен ауыз тыйылады. Арғарай организм жеңілдейді, көп тамақ жемегеннен кейін, бір рахат дүние. Сосын шампунға қосам мен осыны. Сосын неге? Ночной кремдерге қосуға болады, бетке жағасыздар, әжімдер азаяды. Мына жерде ол 8,5 теңге. Мынау синол деген, бұл 5000 теңге, бұл іш құрылысы тазалайды, яғни іштегі шлактарды, құрттарды түсіреді. Ең көп мерзім ішетін ол 10 күн, егерде салмақ үлкен болатса, азуға көмектеседі. Балдардың ішінде құрттардың бәрін шығарады. Өте керемет. Түнде жатар кезде 2-ақ шай қасық ішесіздер болды. 5 күн ішінде құрт бәрі түседі. Асқабақ майы, бұл таза витамин. Бұл асқазанға гастриті бар ма, изжогасы бар ма, жүрек ауруларына, өт жолының ауруына, зәр шығу жолына, сосын тері ауруларына, осындағы өте әдемі иммунитетке
жақсы көмектеседі. Тәтті балдарға беруге болады, давлениеға жақсы. Сахар барлар алдамға болмайды. Түсінікті ғой, сахарға болмайды. Бағасы 5000 теңге. Мына қара зере, қазіргі қалған менде қара зерелердің осында капсуласы бар. Бағасы 8,5 теңге. Енді барлық ауруларға мыналарды екі қабат әйел ішуге болмайды. Түсінікті ғой, екі қабат әйел ішпейді. Мына жерде хилтит деген препарат нервный стресске қарсы, яғни мұғалімдерге вообще отличный вещь. Жүйкелеріңіз қалыпқа келеді. Жағында әйелдік қасиет жақсы болады, еркектік қасиет жақсы болады, көзге де жақсы әсері бар. Хилтит деген капсула әйелдерге, еркектерге простата, сол еркектер әйелдер ауруына жақсы, противоаллергенный, вообще ешқандай противопоказания жоқ. Екі қабат әйелдерге осыны ішіп жүру керек, себебі выкидыш болмайсыңдар, угроза болмайсыңдар. Мына жерде муравьиное масло дейді, жаңағыдегі беттегі жүнді, қолдағы, ұятты жердегі жүнді эпиляция жасайсыздар ғой, сол кезде жақсаңыздар, шаш шықпайды одан кейін. Сондай керемет нәрсе. 5000 теңгеден, қысталхинди 5000 теңгеден. Қара зеренің мынандай түрі де бар. Мынандай түрі де бар. Бұл да қара зеренің ұнтағы. Тағы не бар мына жерде? Адам алмасы бар. Бұл неге жағасыздар, буындарға жағасыздар, кожный заболевание болыватса жағасыздар. Бағасы 5000 теңге. Өте күшті, өте мықты, қақсағанды, тізе ауырғанды, ойбай тізем шиқылдап жатыр дегеннен арыласыңдар. Бел шойылып қалады ғой, әйелдерде, өте керемет негізінде. Тері ауруларына да жақсы, мастопатияға жақсы. Жерде бәрі жазылып тұр міне. Артрит, артроз, бурсит, подагра, остеохондроз, радикулит, ревматизм, мастопатия, грыжа, тері ауруларына, буын ауруларына деген. Сосын бурсит деген деген тобық іседі ғой, соған. Соны жерде еркектерге арналған мынандай. Бұлар 5000 теңге. Мына 5000 теңге. Мына 12000 теңге теке күші, мына еркектердің күшін әдемі көтереді, күшті көтереді. Бұл противопоказания, давлениесі высокий болатса, ішуге болмайды. Так, мына жерде шимик деген керемет дәрі, бұны көбісі әлі түсінбей жатыр. Бұл таза кальций, өте таза кальций, бұл женьшень бар, ішінде кучала бар. Так, бұл жаңағыдай грыжаға, перелом болған кезде, кальций азайған кезде, жүрегіңіз дұрыс жасамаса, полиартрит, артрит, 6000 теңге тұрады. Ханзал деген май, бұл да мынау қара зереге ұқсаған май. Қыздырады бірақ. Жаққан жерінің көгергені бәрін кетіреді, қыздырады, әдемі қыздырады, үлкен кісілерге өте жақсы, жағымды тірлік. Мына қысталхиндидің майы. Мына қысталхиндидің май түрі бүкіл нәрсені емдейді дағы, плюс запор, іш қатты өтуі, жаропонижающий. Вообще отличная вещь, ешқандай противопоказания жоқ. Так, мына Узмакс деген ол. Так, 5000 теңге тұрады. Бұл 8 жастан 30 жасқа дейін ішу керек. Бұл кальций ғой, баланың бойын өсіреді. Мынау Сидан Микс деген бұл бронхы, өкпе бронхы ауруларына, тыныс жолдың ауруына, пневмониядан, гриптерден өте жақсы көмектеседі. Ана өкпеге суық деген нәрсеге өте күшті. Сосын температураны түсіреді. Кішкентай сәбиден үлкен шалға дейін ішкізе бересіңдер. Вообще күшті, айтарым жоқ. Әдемі нәрсе. Тағы да бір препарат жерде, бұл жаңағыдегі спрей масло. Тамаққа себеді жөтелген кезде, сухой кашель дейді ғой,
иә, жөтелесің, қақырық шықпайды. Мына қақыр шығартады, жөтелді басады. Так, тағы не бар бізде мына жерде? Енді шуашты кетіретін. Ол жоқ, оны өзіме алып қойғанмын. Так, мына көздің дәрісі, бұл да өзіме алып қойғанмын. Анда-санда тамызам. Мына антирак, мына жаңағыдегі жаман ауруларды емдейді. Бұл күшті, бұл 50 000 теңге тұрады. Мынандай свечи бар, простатаға. Еркектерге простатаға, геморройға өте жақсы, өте эффективный. Бұны әйелдер өзінің геморройына пайдаланса болады. Эффекті күшті. Жаңа деген простата жақпасы бар еді ғой. Мынандай жақпа бар еді ғой, осымен бірге ішіледі. Ішілмейді, салынады. Мына әйелдерге арналған свечи, бұл жаңағы әйелдердің ауруына, жаңағы эрозия киста миомаға өте жақсы әсері бар. Тағы бір нәрсе көрсетейін сіздерге. Көрсетпей, мына кучала деген нәрсе. Мына кучаланы ішеді еркек адам. Әйелді іше береді, күніне бір-ақ рет ішеді. Сосын мына свечиді салады түнде. Мынаны жағады. Үшеуі, осы үшеуі хронический простаталардан құтыласыңдар. Осындай примерно дәрілер бар. Бұның бәрі Қырғызстанның өнімдері, Қырғызстандікі. Эффектісі бірден болады. Мынандай 10 штук алу керек, 10 коробка алу керек деген нәрсе жоқ. Кішкентай тюбиктерден әдемі шипа көресіңдер. Подделка емес, бәрі оригинал. Сонымен қатар қазір көрсетем, мына жерге симай қалған менде кейбір дәрілер. Египетский чай бар. Египетский чайда бауырды тазалайды, қанды тазартады, асқазан, ішек жолдары шлактарып кетеді. Және де үлкен салмақты адамдар ішсе азады. Ішті жақсы жүргізеді. Ой, керемет нәрсе. Мына синол екеуі іш құрылысы тазалайды. Күшті нәрсе бар. Түсінікті ғой, Енді сыртында да менде препараттар тұр. Қазір қайсы жабылмай қалған. Ұлжан деген препарат тұр қазір. Антирак 6 айға жету керек ішкен кезде. Бұл зоб, астма, түрлі тағы да басқа ауруларды емдейді. Өте керемет ол.